Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталының депутаттар портреті жобасы жалғасып жатыр. Кезекті материалдың кейіпкерлігіне таңдау парламент мәжілісінің депутаты Ринат Зайытқа түскен екен. Бұл депутат жұртқа танымал, өйткені ол ақын. Дегенмен ел ішінде ол жайлы сөз көп. Біреуге ұнамды, ал енді біреуге ұнамсыз. Популист, кісілік келбеті жоқ деушілерде табылады. Сол сияқты сөзіне елтіп, дұрыс адам дейтіндерде баршылық. Саясаттағы адамның соңынан шуылдап сөз еріп жүргенінде жақсы бір жағы. Қалай болғанда да, ол елдің аманатын арқалаған депутат адам. Нағыз тау қопаратын жастағы жаңа саясаткер. Порталдың материалында депутаттың портреті сомдалған. Ол қандай адам? Ісінде берекесіздік немесе лайықты жақтары бар ма? Кеш жарық ағайын. Бұл неге олай бағдарламасы? Материалға қу тіл, қоңылтақ етік деген айдар тағылып, депутаттар портреті Ринат Зайыт әртіс деген тақырып қойылыпты. Үлкен материалдан біз ішінара теріп, мына төмендегі жайттарға қанығамыз. Нағыз әртіс роль таңдамайды. Батырды ойна десең батыр, ақынды ойна десең ақын болып шыға келеді. Ал Ринат Зайытқа ақын мен батырды ойнаудың түкке де қажеті жоқ. Өйткені бұл екі қасиетте өзінің бойында бар. Бірақ актерлік шеберлікте шек болмайтынын өнер сүйер қауым жақсы білуі тиіс. Қалама тума талант түбінде бір жерді тесіп шығады. Ринат Зайыттың ең алғашқы тескен тұсы Тазша бала атты жас сықақшылар республикалық конкурсы болатын. Ол өнердің бірнеше саласында бақ сынап, ауыздығымен алысқан арғымаққа айналды. Мұқан Төлебаев атындағы музыка колледжін драмалық театр актері мамандығы бойынша тәмамдаған ол, кейін Семей мемлекеттік педагогикалық институтынан қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі деген тағы бір мамандық алып шыққан. Байқасаңыз, екі жерден алған білімі бір-бірін толықтырып тұрады. Дегенмен алғашқысының бәсі басымдау. Себебі 17 жасында Тазша бала атты жас сықақшылар республикалық конкурсының жеңімпазы атанған. Бұл жерде жастардың қандай өнері сыналған байқаудың атауынан ақ білуге болады. Қысқасы, Тазша бала тәсілмен өтірікпен шыннан қойыртпақ жасап, жұрттың ішек-сілесін қатыру қабілеті кейіпкеріміздің қызмет жолын Семей қаласының жергілікті каналындағы ТТТ әзіл сықақ бағдарламасына тіреген. Физикалық экспрессия, вокалды проекциялау, пантомима, импровизация деген секілді әртіске қажет қасиеттердің бәрін студент кезінде игеріп алған Ринат Зайыт кейін көрген білгенін айтыс сахнасында әдемі пайдаланды. Біз әр қазақ өзінде көретін ақынның өзге қырынан келгенді жөн көріп отырмыз. Себебі суырып салма ақын кейде суырғанымен салмай қояды екен деген әңгіменің айтылғанына да біраз жылдың жүзі болды. Саяси жылнамашылардың есебінше Ринат Зайыттың әртістік өнерін айтыста ғана емес, саясатта да пайдалана бастауы Қосановпен қосақталған кезеңімен тұспа-тұс келеді. Өйткені дәл сол 2019 жылға дейін кейіпкеріміз саяси сахнаға шықпаған. Айтыста биліктің бетіне айтып тастағаны болмаса, айғай салып әділдік сұрайтындай ниет пейілін байқатпаған. Әміржан атырылып ортаға шыққанда өзге түгілі оппозиция теріс айналған білесіз. Басқаны қойып, бажасы Ермұрат Бапидің өзі дүрмекке ілеспей сырттан бақылап тұрды. Себебі Қазақстандағы сайлаудың қалай өтетінін әбден біліп алған сыралғы саясаткерлер билікке болысқандай болмай керісінше бойкот жасайық деген пайымның төңірегіне топтаса бастаған. Олардың ойынша болса, бұқара халық сайлауға бармай билікті ит қылуы тиіс тұғын. Міне осы кезде Ринат Зайыттың найзағай жыры көк аспанды қақырата тіліп түсті. Қазақстан тұрақ емес бір күндік, отан үшін біз биікке ұмтылдық. Оян қазақ, көтер басты, есті жи. Осы сайлау ең ақырғы мүмкіндік. Басын көтерген қазақтар шынымен де өздерін оянып кеткендей сезінді. Себебі ең ақырғы мүмкіндік деген сұмдық сөз еді. Осыдан қалсаң біттің дейтін ишара иіс алмас қазақтың өзін төсегінен желкелеп тұрғызды. Бірақ қайда барады? Кімге дауыс береді? Ринат осы өлеңінің соңында оны да көрсетіп берген. Кетпесін деп туыс тозып, дос арып, сайлауға өз үнімізді қосалық. Біздің таңдау болашағы қазақтың, мендік таңдау ол Әміржан Қосанов.
Қазақтың болашағы үшін Әміржан Қосановқа дауыс бергендер кейін аң-таң боп бірінің бетіне бірі қарады. Неге өйткенін білесіз? Экзитпол қорытындысы шыққанда әділдік орнатуы тиіс Әміржан Қосанов қарсыласы Қасым-Жомарт Тоқаевты құттықтап, ақырғы мүмкіндікті жерге көмді. Бірақ жаңа оянып, енді есін жиғандар арасында мұндай аярлыққа көнгісі келмей, бурадай бұлқынғандар да бар еді. Сайлаудың сықпытына налығандар Алматы аренаның айналасын у-шуға айналдырған. Ойбай, Ринатты ұстап әкетті, Ринатты қамапты. 2-3 сағаттың ішінде Ринатты қысып-қысып, судан шыққан үйректей сүмпейтіп тастапты деген әңгімелер міне осы тұста іркес-тіркес айтылып жатты. Бірақ Қосановтың жол ортада бұлт ете қалғанына бола Ринатты кінәлау орынсыз еді. Оның үстіне көшеге шыққан көптің алдында Ринат Зайыт тізерлеп тұрып кешірім сұраған. Орнынан тұрған соң мен де алдандым, сіздер де алдандыңыздар деген ақын біз бір жұмылдық. Енді осы жұмылғанымыздан ажырамайық. Ешкім қорықпасын ештеңеден. Біз Қытайға да, қала берді Нұр Отанға да бұл мемлекетті бермейміз. Бұл біздің жеріміз, бұл ата-бабамыздан қалған жер ағайын деп жарым көңіл қазақтың жанарын жасқа малған. Сөйткен Ринат мемлекетті Нұр Отанға бермейтін Ринат, жұмылған жұрттан ажырамайтын Ринат, аты өзгерген партияның ағала жакетін киіп алып, халыққа хеллоу деді де парламенттен бірақ шықты. Бұл Ринаттың өзі ақын болды ма, әлде әртіс болды ма деген сауалдар жұртты алғаш рет осы кездерде мазалаған секілді. Зайыттың түбін тексеріп, тамырына үңілгендер анау екен, мынау екен дейтін алып қашпа әңгімелердің де қоздауына түрткі болды. Ал бос сөз, бос текі әңгімені ысырып қойып, өмір баянына үңілгендер, бұл бала әртістің оқуын оқыған екен ғой, әділ сайлау деп сенгеніміз әдемі концерт боп шығыпты деді де жандары күйіп қайтадан жан бастап жата кетті. Бірақ обалы не керек? Ринат Зайыт нашар депутат болған жоқ. Ең төменгі жалақы 300 мың теңге болуы керек. Ата заңымыз бойынша мемлекеттің басты байлығы банк емес, халық деген сөздері жұрттың жанына жағып жүрегіне жылы тиді. Дегенмен Ринатқа мәжілістің неге керек болғаны жалпақ жұрт үшін әлі күнге жұмбақ. Ал парламентке Ринаттың не үшін қажет болғаны әу бастан-ақ белгілетін. Реті келген жерде ескі Қазақстанды тоқпақтап, жаңа Қазақстанның парламентінде жалындап отыратын жас депутаттың бейнесіне Ринат Зайыттың болмыс бітімі әп-әдемі үйлесетін. Кейіпкеріміз мәжіліске Алматыдан барса да, Алматының емес, шығыстың мәселесін көбірек көтеретіндей көрінеді. Әсіресе уақыт белдеуі өзгеріп, Өскемен мен Семейде түн ортасында таң ататын мезгіл туғанда, шығыстан шыққан депутаттар төсегінде тыныш жата алмады. Осы кезде Ринат Зайыт уақыт белдеуі бұрынғы қалпына қайта келеді деп сүйінші сұрады. Шыр айналған күнді не уақытмен атыра алмай, не уақытмен батыра алмай, әбден мазасы қашқан шығыстықтар басқа шаруаның бәрін ысырып қойып Наурызды күтті. Сол күткен Наурыздың таңы әппақ боп атқанда не өзгерді дейсіз ғой? Ештеңе де өзгерген жоқ. Үкімет уақыт белдеуін ауыстырмақ түгілі сағаттың қанша болғанын да сұрамады. Ал Ринатшы, бұл кісі бүй деді. Біздің позиция әлі сол. Наурызда ауысатынына сенімді болдым, өйткені оларда ешқандай аргумент болмады. Бұл жерде қазақша айтқанда белден басу болды. Ал халық не деді? Не деуші еді? Құдай, біз мұны бірдеңе біліп айтама десек, өзінің позициясын айтып жүр екен ғой дегендерде, үкіметтің белден басатынын білмейтін бұл не қылған депутат дегендерде кездесті. Бірақ бұл оқиғаға қатысты Ринаттың диагнозын бір оқырман тап басып қойған екен. Ол комментарийде былай деп жазған: әртіс десе әртіс екенсің. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.